Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер, ТВК телеарнасында 13-ші регион. Сіздермен бірге мен, Айзбек Өткелбаев. Әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндаймыз. Нөсер жаңбырда жолда келе жатқан жүргізуші байқаусызда шығынға ұшырады. Рөлді бұрып үлгерместен жарық орнатылған бағанаға соқтығысқан. Келеңсіз оқиға Түркістан мен Байтұрсынов көшелерінің қиылысында түнгі сағат 1-лер шамасында орын алды. Шопырларға айдан анық, ескі дөңгелекпен діттеген жерге жету қиын. Жаңбырлы күні сулы жолда сақ болу керек. Мына оқиғаны көргендер көлік апаты қас-қағым сәтте тіркелгенін айтады. Яғни Аудидің егесі тежегішті басқанымен одан түк шықпады. Сырғыған күйі ВАЗ-2104 темір тұлпарын жанап өтіп, жарық бағанасына соқтығысқан. Салдарынан неміс темір тұлпарын басқарған жүргізуші дене жарақаттарын алып, ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері өз жұмыстарына кірісті. Полиция қызметкерлерін анықтау жұмыстарына көшенің қиылысында орналасқан жедел басқару орталығының бейнекамерасы өз септігін тигізетін болады. Ал кінәлі жүргізуші болса, көліктер мен мемлекет мүлкіне келтірілген шығындарды өтейді. Ал келесі осыған ұқсас оқиға Рысқұлов пен Бәйтереков көшелерінің қиылысқан тұсында тіркелді. Онда Nissan көлігін тізгіндеген азамат дұрыс басқара алмай, қоршауға барып ұрылған. Алайда ол полиция қызметкерлері келгенше оқиға орнынан бой тасалап үлгерген. Толығырақ келесі бейнематериалда. Көлік апаты орнына келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері Nissan көлігін тізгіндеген жүргізушіні анықтамады. Себебі ол көшенің бойында орналасқан қоршауды сындырып, оқиға орнынан бой тасалап үлгерген. Куәгерлердің айтуынша, жапондық көлік орташа жылдамдықпен келіп, ешбір себепсіз қоршаумен түйіскен. Қазіргі таңда жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері көліктің егесін анықтау жұмыстарына кірісті. Ол өзінің әрекеттері үшін мемлекет мүлкіне келтірілген шығындарды өтеп, әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Аудиді тақымдаған жүргізуші ауыр жүк көлігімен соқтығысып тынды. Салдарынан немістің автокөлігіне ауқымды материалдық шығын келді. Куәгерлердің айтуынша, бағдаршамның жасыл түсіне жол тартқан жеңіл көлікке КАМАЗдың егесі жол бермеген. Яғни мұнда ереже өрескел бұзылған. Оқиға Темірлан тасжолы мен Ахун Баба көшелерінің қиылысында орын алды. Қуанышқа орай, бұл апаттарда зардап шеккендер жоқ. Алайда ауыр жүк көлігін тізгіндеген жүргізуші өз әрекеті үшін жауапкершілікке тартылатын болады. Көппен кәдімгі жерде қамыз жайлап келіп қамыз. Мен тамашылық қалдым. Келгенде қапқыға кетті. Оңтүстік Қазақстан облысында ерікті түрде қаруларды тапсыру акциясы жалғасуда. Бүгінгі күні аталған акцияны өткізу барысында облыстың тұрғындарынан 400-дана астам оқ қару тәркіленді. Оңтүстікке қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қару қолдану арқылы жасалған қылмыстардың алдын алу мақсатында халықтан заңсыз сақталып тұрған қаруды, оқ дәрілерді және жарылғыш заттарды сатып алу акциясы жүргізілуде. 2014 жылдың 21 сәуірінен бүгінгі күнге дейін оңтүстік қазақстандық 285 тұрғын ішкі істер органдарына өз еріктерімен заңсыз сақталып тұрған 418 дана қаруын, оның ішінде 2 ойық тапанша, 78 ойық ұңғылы мылтық және 338 тегіс ұңғылы мылтық қаруын тапсырған. Ағымдағы жылдың сәуір айының 2-ші 10 күнінде Қазығұрт аудандық ішкі істер басқармасына Қазығұрт ауыл әкімшілігінің тұрғыны арызданып, заңсыз сақталып тұрған Наган маркалы калибрлі тапаншасын сыйақы алу мақсатында өз еркімен ішкі істер органдарына тапсырған. Акция басталғалы ерікті түрде қаруларды мен оқ дәрілерін ішкі істер органдарына өткізген 248 азаматқа Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылдың 17 сәуіріндегі ақы төлеу тәртібі қаулысына сәйкес жалпы сомасы 14 миллион теңгеден астам төлемақы төленді. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақытты өз мәресіне жетті. Егер де сіз оқиғаның куәгері болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56 16 32 нөміріне хабарласыңыз. Амандықта жүздескенше сіздермен бірге болған мен, Айзбек Өткелбаев.